Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен математика сабағын бастаймыз. 4-ші сынып 65-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бірлескен жұмыс. Олай болса, оқушылар оқулығымыздың 88-89 беттерін ашамыз. Бірінші тапсырмадағы кестеге қараймыз. 3 тігінші берілген, 3 тігінші сағатына әртүрлі жұмыс жасайды. Мысалы, бірінші тігінші 1 сағатта 5 бұйым жұмыс жасайды. Ал екінші тігінші сағатына 8 бұйым, үшінші тігінші сағатына 12 бұйым жасайды. Бұлар барлығы 3 сағат жұмыс жасайды. Бірақ бізге енді табу керек, үшеуі бірігіп қанша бұйым жасайтынын. Ол үшін үшеуінің жұмыстарын қосып аламыз. Мысалы, бірінші тігінші 5 бұйым жасаса, екінші тігінші 8 бұйым жасаса, екеуін қосамыз. Және оған үшінші бұйымды қосып, 3 сағатқа көбейтеміз. Сонда 3 тігінші бірігіп, 3 сағатта 75 бұйым жасады. Ал 1 сағатта 25 бұйым жасады. Олай болса, балалар, ары қарай 3-ші тапсырманы жалғастырамыз. 3-ші тапсырма былай дейді. Телефон жөндеуші бір күнде 11 нысанға қызмет көрсетеді. Егер күнде дәл осындай мөлшерде жұмыс істейтін болса, онда 77 нысанға ол қанша күн қызмет етеді? Ол үшін балалар, біз 77-ні 11-ге бөлеміз. Сонда 77 нысанға ол 7 күн қызмет көрсетеді. Олай болса, келесі 4-ші тапсырма қараймыз. Өзіндік жұмыс. Есепті шығар. Ұзындығы 900 км жолдың жөндеу жұмыстарын бір бригада 30 күнде жасайды, ал екіншісі дәл осы жұмысты 45 күнде аяқтайды. Екі бригада жолдың екі жақ шетінен бір уақытта бастап, осындай еңбек өнімділігімен жұмыс істейтін болса, бұл жұмысты қанша уақытта аяқтайды? Ол үшін балалар, біз әрқайсының еңбек өнімділігін анықтап аламыз. Мысалы, қараңыз, 900 км жолды бірінші бригада 30 күн істейтін болса, біз 900-ді 30-ға бөліп аламыз. Сонда бірінші бригада күніне 30 км жөндейді, ал екінші бригаданы табу үшін біз 900 км-ді 45 күнге бөлеміз. Сонда оның бір күндегі еңбек өнімділігі 20 км. 30 км мен 20 км қосамыз. Неге? Өйткені біз екі бригаданың еңбек өнімділігін анықтауымыз керекпіз. Күніне екеуі біріккенде 50 км жөндейді. 900-ді 50-ге бөлсек, сонда 18 күнде олар жөндеу жұмыстарын бітіреді екен, оқушылар. Келесі 5-ші тапсырма. Кесте бойынша оны құр және оны жаз, олардың мәнін тап. Бізге балалар қосудың компоненттерін есімізге түсіріп алайық. Қосылғыш және қосындының мәні. Біріншісінде балалар біз 52416 мен 52-ні бөліп аламыз. Екеуін бөлген кезде 1008 шығады. Екінші біз көбейту амалын орындаймыз. 4961 шығады. Екеуін қосқанда 5969 саны шығады. Келесі олай болса, балалар, 6-ші тапсырмаға қараймыз. Бірінші сауыншы 2 сауын аппаратымен ыдыстарға 1 сағат ішінде 15 сиыр сауады. Ал екінші сауыншы сүттікке 1 сағат ішінде 22 сиыр сауады. 4 сағат ішінде олар бірлесіп қанша сиыр сауады? Олардың өнімділігі белгілі, уақыт белгілі, енді біз барлығын табуымыз керек. Ол үшін 15 пен 22-ні қосып аламыз, 37 шығады, ол бір күндегі еңбегі. Енді біз 37-ні 4 күнге көбейтсек, сонда олар 4 сағатқа көбейтсек, сонда 4 сағатта олар бірлесіп 148 сиыр сауады екен. Балалар, енді 7-ші тапсырма. Шығармашылық жұмыс тапсырмаға қараймыз. 5-ке 10-ға бөлінетіндей етіп, бос орындарды цифрлармен толықтыр және тексер. Енді балалар, біз білеміз, мысалы 2-ге бөлінетін сандар арты жұп санмен аяқталу керек. Мысалы 2, 4, 6, 8, 0 деген сияқты. Ал 5-ке бөлінетін сандар 5-мен және 0-мен аяқталу керек. Ал 10-ға бөлінетін сандар тек қана арты 0-мен аяқталады. Бұл жерде бізге тапсырмаға 5-ке де және 10-ға да бөлінетін сан болу керек дейді. Демек, бізге оқулықта берген сандардың барлығының артына 0 тіркеп шығамыз. Мысалы, 3215 болса, соған 0 тіркейміз. Яғни 32150-ді 5-ке бөлеміз. 5-ке де 10-ға да бөлінетін сан болу керек. Біз дәл осылай 5-ке бөліп, есепті тексеріп шығаруға болады.
Енді балалар оқулықтың 90-шы бетін ашамыз. 8-ші тапсырмаға қараймыз. 8-дің асы. Тоқыма фабрикасы 1800 костюм тігуі керек. Бұйымдарды күнделікті бірдей мөлшерде шығара отырып, бір цех бұл жұмысты 18 күнде істейді, ал екіншісі 9 күнде орындай алады. Демек, балалар, біз біріншісінің еңбек өнімділігін анықтап аламыз. 1800 костюмді бір цех 18 күнде бітіретін болса, екеуін бөлеміз, яғни бір цех 100 костюм шығарады күніне. Ал екінші цех одан 2 есе көп, яғни 200 костюм шығарады. Енді бізге сұрақ былай дейді: дәл осындай өнімділікпен бір уақытта жұмыс істей отырып, екі цех бұл жұмысты қанша уақытта орындайды? Біз жаңағы 100 бен 200-ді қосып аламыз. Сонда екеуінің бір күндегі еңбек өнімділігі 300 костюм тігеді екен. 1800-ді 3-ке бөлсек 6 шығады. Сонда екеуі бірігіп, сол 1800 костюмды 6 күнде орындайды екен оқушылар. Келесі оқулықтағы 8-ші есептің әсі кесте берген. Бізге кесте бойынша есеп құрастыру керек және оны шығару керек. Мысалы, бірінші бригада күніне 90 бұйым істейді екен, ал екінші бригада күніне 80 бұйым жасайды. Олардың уақыттары бірдей. Енді қараңыз балалар, бізге бұл жерде уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін мына бірінші бригада 90 күніне 90 бұйымнан істегенде ол 540 бұйым істейді екен. Оның күнін табу үшін біз 540-ты 90-ға бөлеміз. Сонда 6 шығады балалар. Енді екеуінің уақыты бірдей деп тұр. 6-ны 80-ге көбейткенде 480 бұйым болады. Келесі 9-шы есеп. Мұндай есептерді шығару кезінде мұқият бол. Оларды әдеттегі тәсілмен шығаруға бола ма? Оқулыққа тапсырмаға мұқият қарай оқушылар. 9-ның асы. Үй қояндары 5 күнде 12 килограмм сәбіз жейді. Күніне осы мөлшерде берілетін болса, оларға 24 килограмм сәбіз неше күнге жетеді? Егер қараңыз балалар, 5 күнде 12 килограмм жейтін болса, біз бұл жерде 12-ні 5-ке бөлмейміз. Бұл жерде мұқият болу керек балалар. Ол үшін біз балалар 24 килограммды 12 килограммға бөлеміз. Сонда 2 шығады. 5-ті 2-ге көбейткенде сонда жауабы 10 шығады. Демек, ол 24 килограмм сәбіз 10 күнге жетеді екен оқушылар. Келесі әсіне қараймыз. Сиыр 6 күнде 140 килограмм жем жейді. Күніне осы мөлшерде берілетін болса, онда 70 килограмм жем сиырға неше күнде жетеді? Бұл жерде балалар, есепте 140-ты 6-ға бөліп қателеспейміз. Біз бұл жерде әуелі 140 килограммды 70 килограммға бөліп аламыз. Демек, 2 болса, енді біз 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда қараңыз балалар, 140 килограмм жем оларға 6 күн жетсе, 70 килограмм жем олардан, яғни 2 есе кем, 6-дан 2 есе кем, демек олар 70 килограмм жем сиырға 3 күнге жетеді екен оқушылар. Келесі ең соңғы тапсырма үй тапсырмасы. Ғалымдардың есебі бойынша табиғатта 1 сантиметр топырақ қабаты қалыптасу үшін 400 жыл керек. Ал 3 сантиметр топырақ қабаты қалыптасу үшін қанша жыл керек? 3 сантиметр топырақ қабаты қалыптасу үшін оларға 1200 жыл керек оқушылар. Сіздермен бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Әрдайым сіздермен бірге болатын сабақ онлайн каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз және комментарий қалдырамыз. Сау болыңыздар балалар.